Короче, заброшка. Еткомбинат. Бұрындар мал сойған. Қазір қаңырап қалған шеткі жағында. Соған бара жатырмыз. Съемка жасауға, сіздерге айтқандай. Мына айналасы. Осындай жер. Қазір ішін көреміз. Ескі. Ет қабылдаған жер, мал сойған жер. Бәрінен бетон тастар жатқан. Қалың шөптер. Biraz ішіне қарай кіріп көреміз. Өте қауіпті кіру, өйткені оның ішінде бірдеңе құлап кете ма деудің өзі. Көрдіңіздер ме? Ішіне не болып жатқан. Түгелдері құлап жатыр. Аяқтан сынып тастар. Мына түгі опырып жатыр. Мына жақта сондай. Опырып адамдар. Тасыйтын тасыған, алған. Düğüden beri oturladır. Кезінде ажықта мал сойған. Стеналардың көзі қарасаңыздар, бір болмаса бұл жерде шұғылатын жері болған екен. Жазулар бар. Көрдіңіздер ме? Бір махаббаттар асылып жүр. Түбесі. Совет одағы кезінде салған ғимараттар. Беріктігі қандай көрдіңіз ма? Алармен қарай барайық. Ана үлкен еткомбинатына қарай. Мына жерден бір подвал барақ деге тауып алдық. Сіздерге көрсетуге. Қараңыздар. Езат екен. Көрдіңіздер ма? Свет жақ көрем. Көрінбейтар. Ішінде қоқыстар жатыр. Құлаған жағы тас. Көрдіңіздер, құлап жатыр. Біреулер алып жатыр келіп. Стройкаға үй салғанда қолданып отыр. Қалдықтар, тастар, аяқ асты деген. Қандай бәрі. Шөпкінге тақпасың. Ал кеттік. Үлкеніне қарай барайық. Үлкеніне. Бокстар. Мынандай білмеймін, погреб сияқты шұңқырлар көп. Бұл жерде енді кез келген мал сойылды ғой. Ауру бар, ішінде
сауы бар, тірісі бар, өлісі бар дегендей. Сүйектер жатыр. Сүйектер. Қараңыздар. Бірақ енді ол кезде контроль жақсы болған ба, бәрін тексеріп қарайды. Мынандай үлкен арықтар, шұңқырлар. Шұңқырдың астында тас көрдіңіздер. Туннель сияқты бірдеңелер жүрген. Туннель сияқты ойлаймын. Отход шығарды ма екен қалдықтарды. Қазір үлкеніне бақтық. Құлап отыр. Тағы да шұңқыр. Білмеймін. Үлкен тастар. Стеналардың барлық бөлмелері керемет кафе. Кезіндегі, СССР кезіндегі мықты деген. Мен деген кафелер. Жаңа өртенген жақ. Жоғары жақ құлап отыр. Фонарик жағайық. Ертеге қалай салған салоннан. Салон. Қазірде қолданбайтын бол. Қыстарды қаптығанда салоннан сымаға жаққан оған екен. Бір бөлме. Мына жақта бөлме. Жоғары қабаттар. Міне айтатын тағы да шұңқырлар. Не мақсаттан қолданған шұңқырлар екен бар. Көрдіңіздер. Асфальттан көтерілу қауіп болар. Өйткені барлығы да құлап жатыр. Сынып жатыр. Жазулар, белгілер. Көрейін сіздер үшін не бар екен жоғарыда көрейін. Лестницалар жүргенде масалмақтар сезіледі. Кір-кір-кір дегенде. Арматуратын бөліне тұрған. Иттер. Ұрықпай. Шұңқыр аяқ асты. Жақта бір өлмек.
Бұл бірінші сұрап. Аяғысында тастар. 4 этаж шұңқырлар. Біріншілер көрінді. Аяғысына тастар. Так, мына жақ жарық. Бірінші қабат. Көрдіңіздер ғой. Дәл осылай жалғаса береді. 4-ші этаж. Қалған этаждар. Жазулар, белгілер. Не белгі екен білмейміз. Махаббат ашылып ұйымдастар. Сүйек. Малдың сүйегі. Малдың сүйектері. Жар тиіскен. Малдың сүйектері өте көп екен. Қараңыздар, малдың сүйектері. Барлығы осындай малдың сүйектері. Көрдіңіздер. Малдың сүйектері. Олардың барлығы бір рәсімде кесілген, қараңыздар. Қараңыздар. Ол не істеген? Барлығы да бір қалыпты. Ал не ойлайсыздар, құрметті көрермендер, бұл не үшін істеген нәрсе? Барлығы да сондай бір рәсімде кесілген. Көрдіңіздер ме? Толып отыр мына жерде. Ана бір сүйек. Бір рәсімде кесілген сүйектер. Оған қарағанда барлығы да. Мына жерде қараңыздар. Шердің барлығы сүйектер жатқан. Көрдіңіздер ме? Барлығы да бір размермен кесілген. Көрдіңіздер ме? Жақында бірін көрмесеңіз. Көрдіңіздер ме? Бәрі бір размермен кесілген. Келесі елі шығатын басқа уақыттар жоқ, өкінішке орай. Барлығы да сынып, сылаққа татына сүйектердің жатқан маған тағын қызық болыпты. Таң қалатын жағдай екен. Сүйек төменге қарай. Аяқ астына абайлап жүру керек. Шұңқыр тиісіп. Көрдіңіздер. Күллі аяғы сүйектер. Бөлме қараңғы. Жарық болғасын. Фонаригімді алмай шығып едім. Алып шығу керек еді. Бірақ түнгі түрінде көресіздер. Ары қарай барған жоқпыз. Барлығы да сондай бір көрініс болды. Сүйек төменге қарай келесі бөлмеге көшейік. Келесі бөлмеде қандай қызықтар бар екен, соны көрейік.
келесі бөлме. Бірінші этаж. Малдың сүйегінен аяқ алып жүреміз. Барлығында малдың сүйектері жатыр. Өртенген ағаштар. Бірінші қабат. Кішкене жарық болғанда жақсы болар еді. Төбені көрдіңіздер ме? Төбеде қап-қараңғы, іштен көрінеді. Аяқ астындағы тастан бас, тас сүйек жатқан тас сүйек. Аяқ астында тас сүйек жатқан. Жағына шығып. Жағы қаланған. Қызыл таспен қалаған. Не мақсатта қалаған? Белгісіз. Осы қызыл тас ортасы өтіп ары жаққа шығамыз. Тас. Клашка. Шашылған сүйектер. Шашылған сүйектер. Шашылған сүйектер. Енді ары қарай кірудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Ар жағында. Дәл осындай шұңқыр. Ешқандай қызық жоқ. Быт-шыт болған залашқа. Иттер үріктік. Иттер. Болмыстар жатады шығар арасында. Бірінші этажға төменге түсуіңіз қауіп. Шынап тұрған ғимарат. Көріңіздер. Астында қалып қойсын. Жоқ бөлі. Сондықтан да астына қарай кірмеуге жол бөлек. Өмірімізге қауіпті болғасын. Құрметті достар, жерді ағылаған кезде сақ болыңыздар. Кезінде СССР дейміз ғой, Совет одағы кезінде дүркіреп тұрған Еткомбинаты. Талай адамды жұмыспен қамтамасыз етіп тұрған Еткомбинаты. Бірақ уақыт өткеннен кейін барлығы да тоз-тоз болып қалды. Тоз-тоз болып қалды. Жалғыз екі қабырға салған. Мына жерге барайық. Бұл жақта не қызық бар екен? Артымыздан біреу қарап тұрған сияқты артында кәдімгі. Екінші этаждан қарағандай болып сезіледі екен бір түрлі. Осындай жерде жүрген кезде сезесің. Біреу қарап тұрғандай көрінеді. Мынандай бір сурет қойған. Не суретті? Басы қазан кейіпті.
Қараңыздар. Барлығы да жатыр. Андасыңыз үлкен тастар, блоктар. Қабырғалары біткен. Қазір мынаны ішіне кіріп қойып, не бар екен? Кафелмен. Алыстан қарағанда екі адам отырғандай көрінеді. Алыстан қарағанда екі адам отырғандай көрінеді. Аяқ асты өте қауіпті. Ағаш, темір, терсек, тас, сүйек, шұңқыр. Ұстаймыз бүйтіп. Опа, өтіп көтеміз сөйлеп. Достар, видеоны отса лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар. Көрдіңіздер ғой. Осындай жерлерді аралайып деп көрсін деп. Артта қалды. Ана мұржаға неге бармайсыздар дейтін барыстар, ол мұржаға қоршап тастаған екі жағында. Оған енді бөлек, ол қазір біреудің бақылауында тұрған сияқты. Осындай жерге келгеннің өзінде ол жердің иесі міндетті түрде табылады. Сондықтан да я тығылып барамыз, я болмаса рұқсатын алып барып кіру керек. Өйткені заң жүзінде рұқсат болмаса қиын жағдай болады, өздеріңіз білесіздер. Сондықтан да заңды бұзбаған жөн. Жеке біліп тұрған сияқты. Шынымен құрып тұрған сияқты. Adam ortadan çakı oldu tuttum. O kafildi kararmış. Rahmet zamanla mı gidiyorsun? Kararmış. Bir adam ortadan çakı. Minecraft'ta gittir var. Minecraft'ta gittir. Şüpşünge. Kalın şüptün ortasında. Mіндетті түрде осындай жерде осындайлар болады. Барып қайтамыз қазір. Дүние болып жатыр екен. Дүние қызық.
не істеп жүр екен? Братан не істеп жүр екен? Келесі объектіге барамыз. Ол объектіде міндетті түрде ешкім жоқ деп барайық. Бұл енді ККП ма сол болатын бар, яғни бұл жерде міндетті түрде күзетші отырады. Келген машиналарды, келген жүк көліктерін, қанша ет әкелді, қанша сиыр бас әкелді, барлығын тексеретін осы жер болу керек. Мен оған есептесем, қазір соған барамыз. Оның ішінде не болып жатыр? Onun içinde охрана, частный, не власть, охрана, частный, қалай жақта. Менің ойымша бұл жерден жүк көлігі өткен жер. Ал мұнаға кірейік. Мұна жерде еді. Яғни кірме дейді. Мінбе дейді. Не лезь, охраняйте. Оның ішінде шөлмек, қалдық. Шөлмек, қалдықтар. Осындай қалдықтар арқай. Бұл жерде де сондай. Ворота. Пик охраняется. Пик очень курларит. Охраняйте. Такие ворота. Теперь. Доступ деп сам. Осымен Еткомбинаты кешкі түсірілім аяқталды. Достар, қазақ контентті қолдап, лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар. Және де қолдау көрсетіңіздер. Тегін лайкпен, тегін коммент. Және достарыңызбен бөлісуді ұмытпайық. Осымен кешкі құрылым өз мәресіне жетті. Жақсы күндерде кездесейік.